Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді бір жасағанда шығатын, сочный болып шығатын бризоль тағамын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен фаршымызға дәміне қарай тұз, приправа салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізге оңай болу үшін осылай дөңгелектеп бірден бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Екі жұмыртқамызды бөлек табаға жарып, жақсылап араластырамыз да, онан соң біздің дөңгелектенген бір фаршымызды алып саламыз, онан соң тағы да араластырамыз. Бізде бұл жерде фарш пен біздің жұмыртқамыз бірігуі керек, осылай біріккенше жақсылап араластырып аласыздар. Онан соң табамызға қызғаннан кейін осылай майды жағып, майды көп құйып жібермеңіздер, осылай аздап қана жақсаңыздар жеткілікті. Біздің жаңағы дайын болған салмамызды осылай құямыз да, онан соң барлық жетін тегістеп, бетін жауып, шамамен баяу отта 3 минутқа, 4 минутқа қалдырамыз. Онан соң бір беті піскен соң, екінші бетіне ауыстырып, қайтадан 3 минуттай, 4 минуттай уақытта пісіріп аламыз. Міне біздің бризоліміз дайын, екі жағы да қызарып, әдемі болып піседі. Онан соң ортасына өз қалауларыңыз бойынша кетчуп, майонез, сыр немесе помидор қоссаңыздар да болады. Мен кетчуп, майонез, онан соң сырды осылай күштен өткізіп қостым. Онан соң видеодағыдай етіп, бризольді орап аласыздар. Жанына өз қалауларыңыз бойынша гарнир дайындасаңыздар болады. Мен күрішті пісіріп алдым. Осылай бетін кетчуппен әсемдеп, жанына помидор, огурцы турап ұсынсаңыздар да өте әдемі болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Тағамымыз өте дәмді, керемет болып бір жасағанда шығады. Сіздермен бірге болған Балзия. Видео ұнаса, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.